бүгінгі іс-шараны айта кететін болсақ, республика күніне арналған іс-шара өтіп жатыр. Жас патриоттар академиясының балалы мүшелерімен өткізіп жатқан жағдайымыз бар. Бұл жерде біздің әскери ветерандарымыз бар, педагог ветерандар бар, және Алматы облысының, Алматы қаласының жас патриоттар академия мүшелері келіп, гүл шоқтарын қойып, Ұлы Отан соғыс кезінде өз жандарын беріп, елімізді қорғап қалған батырларға тағзым етіп жатырмыз. Бұл жерде біздің мақсатымыз балаларға патриоттық тәрбие беру, балалардың сана сезімін оятып, елін сүйетін, туын құрметтейтін бір үлкен сана сезімдерін ояту. Осы бірлесіп оқу министрлігімен, оқу ағарту министрлігімен және де қорғаныс министрлігімен бірлесіп, міне осындай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз.